Қайырлы күн, құрметті әріптестер, желі қолданушылары. Кеңестік сауда саласының үздігі, Алматы облысы Панфилов ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, Халықаралық жазушылар одағының мүшесі, ақын сазгер Базархан Жақыбаевтың туғанына 80 жас толуына орай ұйымдастырылып отырған Махаббат жыршысы атты поэзия кешін назарларыңызға ұсынамын. Базархан Төреханұлы Жақыбаев 1942 жылы туған, Алматыдағы кооперативтік техникумын, Талдықорғандағы Завет техникумын бітірген. Базархан Жақыбаев сырлы сезім атты өлеңдер жинағының Жаркенттегі жеті өзен жеті арасан және тұлпардың тағдыры, қош бол махаббат атты прозалық, жесірдің күні тарихи этнографиялық роман кітаптарының авторы. Әндері жетісу әуендері энциклопедиялық әндер топтамасына кеннен Дәнеш әндерімен бірге енген. Жаркент өңірінің таңдамалы жырлары топтастырылған «Жыр өңірі Жаркент» атты кітапқа көптеген туындылары кірген. Қазақ радиосында әндері тұрақты беріліп тұрады. Және Нұржан Жанпейісов, Абылай Қармысы сияқты әншілер республиканың көлемінде таратып жүр.